Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Балалар, бүгін мен сендерге өздеріңнің топтағы достарыңның орындаған тапсырмаларын жіберем. Осы тапсырмалардың орындалуына қарай отыра, бірге қайталап отырыңдар. Жарай ма? Саған тапсырма сандарды, мына жерде тұрған сандарды ретімен көрсетіп бере ғой. Өзің қосылып айт. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың. 6, 7, 8, 9. Жарайсың. 10. Жарайсың. Қуаныш өте жақсы. Алишаға тапсырма. Алиша, әрбір үйшіктің кілтін тауып қос. Я? Дұрыс. Жарайсың, Алиша. Жарайсың. Дұрыс. Балалар, Алиша дұрыс орындады ма тапсырманы? Жарайсың, Алиша. Өте жақсы. Аруға тапсырма. Айару. Жіптердің қайсысы қысқа? Ой, жарайсың. Қайсы қарындаш ұзын? Жарайсың, Айару. Тапсырма, Айсұлтан. Қайсы терек биік? Әрине, биік терек сол екен, я? Қайсы үй аласа, Айсұлтан? Қайсы үй аласа? Аласа. Я? Аласа үй. Кәусарға тапсырма берейік, Кәусар. Жоғарыда тұрған затты көрсетші. Жарайсың, Кәусар. Жоғарыда тұрған не екен ол? Кітап екен. Енді төменде тұрған затты көрсетші. Ол не екен ол? Не екен? Сызғыш, сызғыштың бір түрі екен. Жарайсың, Кәусар. Аяруға тапсырма. Аяру, мына суреттегі қыздың оң жағында тұрған затты көрсетші. Жарайсың. Ал сол жағында тұрған затшы. Жарайсың, Аяру, керемет. Енді Айданаға тапсырма. Айдана, қай белбеу жіңішке? Қайсы белбеу жіңішке деп ойлайсың? Жарайсың. Ал, мына жерде қайсы таспа? Жуан. Жарайсың, Айдана, жарайсың.